Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Қазбекбек Тауасарұлының «Түп тұқияннан өзіме шейін» атты кітабы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Бұл кітаптың кіріспесінде Қазбекбек Тауасарұлы былай деп бастайды екен: мен дүние жүзінде өз ұлтымнан, өз жұртымнан асқан ел бар деп танымаймын дейді. Бұл Қазбекбек Тауасарұлының сөздерімен толықтай келісемін. Себебі қазақтай ұлт дүние жүзінде жоқ. Оны айтатын себебім қазақ болғандықтан емес, қазақ сияқты жеті атасын сақтайтын, жеті атаны жатқа білетін басқа ұлттар жоқ-ау деп ойлаймын. Бұл кітапта Қазбекбек Тауасарұлының «Тұқияннан өзіме шейін» деген. Қазбекбек Тауасарұлы ата шежірені жазып, адам атадан бері қарай өзінің 90 атасын жатқа біліп осы кітапта жазып беріп кеткен. Бұндай шежіре басқа ұлттарда, басқа елдерде жоқ. Одан кейін бұл кітаптың дау туғызып жүрген себебі, дау болғанда кейбір адамдар бұл кітапты мойындамай жүр. Өтірік кітап, тапсырыспен жазылған деп. Бұл кітап туралы кезінде мақалалар жазылған болатын. Қабдеш Жұмаділов бұл кітапты жоққа шығарды. Одан кейін басқа да жазушылар жазды деймін бұл кітап туралы. Қабдеш Жұмаділов туралы айтатын болсам, ол кісі тарихшы емес, ол кісі жазушы. Кезінде Қытайдан көшіп келген, соңғы көш деген шығармасы бар. Одан кейін Қабанбай туралы жазған, өзі Найман руынан шыққаннан кейін Дарабоз деген кітабы бар. Қабанбай туралы, Қабанбай батыр туралы. Сол Қабанбай батыр туралы ол кісі Дарабоз деген кітапты жазып, ол Дарабозындағы деректер, мәліметтер мына кітапта берілген мәліметтермен сәйкес келмеген себептен ол кісі осы кітапты жоққа шығарды деген ойдамын. Бұл кітапты жоққа шығарып жүруінің себебі, көп адамдар руға бөлінушіліктің себебінен, трайбализм дейміз ғой, руға бөлініп кітапты жоққа шығарғысы келеді. Неге деп айтсаңыздар, бұл кітаптың авторы Қазбек Тауасарұлы Шапраштар руынан шыққан. Шапраштың ішінде Асыл деген атасы бар. Сол Асылдың ішінде Әжіке деген рудан шыққан. Қазіргі елбасы Назарбаев Нұрсұлтан Шапраштар руынан шыққан. Сол себептен Назарбаевтың ата-бабасын мақтау үшін жазылған кітап, тапсырыспен жазылған кітап деген жалған пікірлер бар. Бұл кітапта Назарбаевтың ата-бабасын ғана мақтап жазған кітап емес. Бұл кітапта көптеген мәліметтер, деректер келтірілген. Қазақтың бүкіл батырлары, ақындары, жыраулары, одан кейін қазақтың фольклоры, мәдениеті, ұрыс соғыс тәсілдері келтірілген бұл кітапта. Топонимикалық атаулары, мақал мәтелдері, өлеңдері, Майқы бидан бастап Бұқар жырау, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлар сияқты адамдардың оқиғалары келтірілген осы кітапта. Одан кейін Аяз би, Құмырсқа би деген сияқты адамдар туралы мәліметтер бар. Бәйдібек би туралы өмірбаяны бар осы кітапта. Бәйдібек бидің келіншектері домалағаны Сарыбай ата шежіре келтірілген. Сондай деректер бар. Бұл кітаптың сенсация туғызып жүрген жерлері 1993 жылы Жалын баспасында мына күйінше осы кітап шыққан болатын. Сол кезде 93 жылы, осыдан қанша жыл өтті одан бері,
қазір 2020 жыл болса 27 жыл бұрын шыққан кітап, 27-28 жыл бұрын. Сол кезде бұл кітапта Шыңғыс ханды Теміршинді қазақ деп, жалайыр деп осы кітапта берілген болатын. Не себепті жалайыр екенін, жалайырдың таңбасы қандай екенін, жалайырдың не себепті алаш жұртының ноқтағасы болатын бәрі осы кітапта келтірілген. Одан кейін бұл кітапта жаңағы Абылай ханды дулат табынан шыққан деп келтіреді. Ол сайланған хан, жаңағы осы Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабынан бөлек Қазыбек Бектің Қарадан шыққан хан Абылай деген кітабы болған екен. Ол кітап өкінішке қарай бізге осы уақытқа дейін кітап жойылып кеткен болды. Кітапты көзін құртып, жаңағы Совет өкіметі кезінде кітаптар табылмай қалды. Одан кейін жаңағы Жетім жолбарыс, Қарадан шыққан хан Абылай, Шапырашты дулат табы деген кітаптары болған екен. Ол кітаптар өкінішке қарай қазіргі уақытқа дейін бізге жетпеді. Сақталмаған ғой, ол кітаптар жойылып кеткен. Бізге дейін қазіргі оқырманға жетіп отқан осы Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабы. Тағы да бір не жерлері, бұл кітапта көп та жаңағы ақиқат жазылған жерлері. Жаңағы орта жүзде Тарақты руы бар. Тарақты руын бұл кітапта жалайырдан таратады. Жалайырдың жаңағы Шыңғыс ханды да осы жалайыр руынан таратады. Теміршинді жалайырдың ішінде Андас деген ру бар. Андастың ішінде жаңағы Орақты деген рудың ішінен тарайды деп келтіреді. Сол жаңағы орта жүздегі орта жүздің ноқтағасы Тарақты руын жалайырдан таратып, жаңағы орта жүзге сіңіп кеткен Орақты, Тарақты екеуі ағайынды деп келтіреді осы кітапта. Одан кейін Албан руының ішінде Қыстық деген ру бар. Қыстық атаның әруағынан кешірім сұрап, Қыстық ата Албанға сіңіп кеткен Чапыраштының баласы деп келтірген бұл кітапта. Чапыраштының 4 баласы болған Ыстық, Қыстық, Абақ, Саяқ деген. Абақтар жаңағы орта жүзге сіңіп кеткен, жаңағы Абақ Керей дейді ғой. Саяқтар Қырғызға сіңіп кеткен. Қырғыздың ішінде Саяқ деген ру бар. Сарбағыш, Саяқ деген тағы да сондай рулар бар. Қазір олар өздерін қырғызбыз деп жүр. Негізі жаңағы Ыстық, Қыстық, Абақ, Саяқ деген Чапыраштың 4 баласы жаңағы Ыстықкөл, Қырғызстандағы Ыстықкөл. Сол Ыстық атаның аты берілген екен. Сол Ыстықкөл деп аталғанның себебі сондай. Сондай деректер бар осы кітапта. Соның бәрін жоққа шығарып жүрген адамдар көбісі жаңағы Қабдеш Жұмаділовтің мақаласын оқып, кітаптың өзін оқымай, сондай көзқараста болып жүр. Көбісі жаңа кітапты оқымаған адамдар. Сондай қызық деректер бар бұл кітапта. Мысалға, кітаптың оқып берейін. Бүйтіп жазған екен Қазыбек Тауасарұлы. Біздің түбімізге жеткен екінші жай дейді. Ол біздің ақ көкірек сенгіштігіміз. Жарлы болатын жігіт байталын атқа сатады, жалғыз болатын жігіт ағайынын жатқа сатады. Дегендей мүддемізді жылтырақ түймелерге айырбастағымыз келетіндер арамызда бар. Оның ақыры не болмақ? Оның түбі тұлымдыңды тұл, айдарлыңды құл етуге апарады. Соны сезбей кейде біздің хандарымыз, мансап құмарларымыз орыс алдында ордан қағады. Бұл жөнінде Әбілмансұрға мен ризамын. Жігіт-ақ қой, кетеді-ау қайран ер бір күн ол да дүниеден. Ол көз жұмғандай болса, артында қалған ел тағы бытырап орысқа ыңғайланып кетпесе, кім айтарсың дейді. Осындай бұл кітапта топонимикалық атаулардың қалай шыққаны, Еңбекші Қазақ ауданында Сөгеті деген жерлер бар, Бұғыты деген жерлер бар. Талдықорған жақта Шаңқанай деген елді мекендер бар. Шамалған деген жерлер,
қалай сол елді мекендердің атаулары кімнің атынан берілген, соның бәрі осы кітапта келтірілген. Басқа бұндай мәліметтер басқа кітаптан таппайсыздар. Одан кейін жаңағы батырлардың қай жыл туып, қай жыл өлген деректердің бәрі осы кітаптан алынған. Жаңағы Қазақ Совет энциклопедиясында берілген батырлардың туған жылдары, өлген жылдары осы кітаптан алынған барлығы. Оның бәрін жаңағы Бексұлтан Нұржекеұлы деген жазушымыз бар, сол кісі дәлелдеп айтатынын айтып кеткен. Бұл кітап туралы тағы да видеолар түсіремін мен әлі. Жалғасы болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.